Осыдан тура 1 жыл бұрын Сафулиндер әулеті Серғазы атаның дүниеге келгеніне 150 жыл толуына орай бас қосып, бабаның рухына Құран бағыштаған болатын. Араға жыл салып, Серғазы атаның Сафолла ұлынан тараған Набиолла атамыздың дүние салғанына 10 жыл толды. Әулеттің жалғасы болған бала шағалары бабасына қашанда құрметпен қарады. Олардың өмір жолы мен жасаған игі істерін ұрпаққа танытуды басты міндет деп таныған балалары Набиолла Сафолла ұлының жарқын бейнесін ағайын тума, дос жаранмен бірге еске алу мақсатында осы бейнебаянды естелік ретінде дайындады. Ол арғымақ болып қалады да, талайлар оны тұсағысы келіп тырмысса да, тепсініп тектілігін таныта білген тұлпар іспеттес мінезді өзгенің ырқына көндірмеді. Еркіндікті жақсы көретін, алайда әр нәрсені сабырлыққа салып, ой елегінен өткізе білген Набиолла Сафолла ұлы сонау сұрапыл соғыс басталарға 1 жыл қалғанда дүние есігін ашқан болатын. Қасиетті Қаратөбе топырағының Қоскөлінде 1940 жылда Набиолла Сафолла ұлының кіндігі кесілді. Бала кезінен алғыр, өз дегеніне жетпей қоймайтын қайсар баланың зеректігі өзге балаларға қарағанда бір саты биік тұратын. Бұл оның балалық шағының куәгері болғандардың естелік әңгімелерінен анық аңғарылады. Енді Набиолла екеуміз сол соғыстан кейін мектепке бірге бардық қой. Бір класста оқыдық. Онда үлкенде, кішісі әйтеуір бір жерге оқитын еді ғой. Біргенде қатарлас оқығандарымыздың қазір көпшілігі марқұм болып кетті. Алмас, Байдолла, Жетіс дейтін жігіттер. Бір Жетіспенен бір жағдай болған. Бір уақытта үйдің жанынан, интернаттың жанынан бір қандақ қазып қойып, сол қандақтың бетін шөппен жауып, қармен себелеп қойған ғой, соған Жетіс түсіп кетіп, ол уақытта қар қалың болып жауады. Қорқып, жылағанда Набиолланың бір сол уақытта бір адамгершілік көрсетіп үлкен кісідей қойыңдар, жүрегі ұшып кетір бұл баланың деп шығарып алғанына есімде қалды осы. Енді сабағы жөнінен Набиолла көп балалардан ілгереді. Особенно математиканы жақсы оқыды. Жақсы білім алды. Сол уақытта математиканың мұғалімдерімен бірге шығарысып, көзге түсіп жүрген осы күнге дейін есімде бар. Болып көзі қырағы, аттың сынын абайдың, қалда көзі саралап, еңбек күнге қан қозған жылқы берген кезінде, әкесіне бой бермей, осы жүйрік болады деп, кәнігі сыншы шалдардай, алдардына бір шығып, байталды құлап таңдады, жасы оның сол кезде, 12-лер шамасы, айтқанындай құлатай, болды жүйрік айтулы, айдай-ай, айдай-ай, айдай-ай. Асаудың ат үйретті ағамыз, тас кеңдей жабысып, бас бермеген тентектің жиналдырған мақсыдай, тақымына көндіріп, жуасытып есектей, үйретіп берді талайдың шуасау деген жарлықсын. 5 жасқа жетпей қаттанып, көзге түсі ерекше, хабарын оқып газеттің, алсын алды баршаның, жасы жетпей 6-ға, мектепке барды құлшынып, үздік оқып мектепті, қысқалықтан қолының қанағат деп осыған, техникумды тәмамдап, бригадир завмытымы қызметтерін атқарды. Орда абзар 30-да, таптылар менің жайым жоқ, әркімнің аяқ астында, деп оларып жұмысты 1970-те, 33-ге кетті оқуға, майыр жеп оқудың парткомының мүшесі, студент
совет правком бәрі болып қолында, дипломды қорғап үздікке бас инженер болып оралды. Егінді көлдей ауылға көсем болып жастарға, комсомолды басқарып тиген соң билік қолына, жанын бітіріп темірге ақыл менен басқарып жүргізіп толық билеген айдайы. Набиолла атаның балалық шағынан қалған бұл жалғыз естелік емес. Жастайынан әділдігімен һәм көшбасшылығымен танылған Набиолла Сафоллаұлы ел алдындағы беделін осылайша жинаған еді. Кейін ер жетіп, есейе келе де осы қасиеттерін бір сәт жойған емес. 1954 жылы Қоскөл ауылының 7 жылдық мектебінде оқып, кейін 1957 жылы Қалдығайты орта мектебін үздік бітірген. Сол жылы ауыл шаруашылық техникумының механизация бөліміне түсіп, 1960 жылдың наурыз айында оқуын аяқтаған. 1956 жылдан ұжымшар мүшесі. 1960 жылдары Қоскөл кеңшарының екінші фермасында бригадир көмекшісі, шеберхана меңгерушісі болып қажырлы қызмет етті. 1960-63 жылдар аралығында әскердегі борышын өтеп, оралған соң Қоскөл кеңшары комсомол ұйымының дербес хатшысы, 68-70 жылдары Егіндікөл ауылында шеберхана меңгерушісі болды. Сол жылы Орал ауыл шаруашылығы институтының механизация факультетіне түсіп, 1975 жылы инженер-механик мамандығын иеленді. 1982 жылға дейін Егіндікөл кеңшарында бас инженері болып қызмет етті. 1983 жылдан контролер-механик, 1986 жылдан бастап юрист-консультант, кадр жөніндегі аға инженер. 1989 жылдан Егіндікөл кеңшарында шеберхана меңгерушісі, кейін кеңшарда механизатор курсын ашып, кадрлерді даярлады. Көптеген сот процестерінде қарапайым еңбеккерлерді қатал жазадан қорғап қалды. Аудандық кеңес депутаты ретінде Алматыға барып, аудандағы тоқтап қалған аурухана құрылысына қаржы бөлдіріп, құрылыс жұмыстарының аяқталуына себепкер болды. 8 қырлы, бір сырлы Набиолла атаның арманы асқақ еді. Сол арман оны қоғамдағы түрлі салаларда үйреніп, білмегендерді үйретуге дейін жеткізді. Қолы шеберлігі мен астрономияны анық білгендігі өз алдына бір әңгіме. Набиолла ата әкесі Сафолла атаға тартқан өте зерек, білім, ғылымға құштар болған. Ауыл шаруашылығы саласында қызмет ете жүріп, абай тағылымдарын санасына сіңіріп, өмірінде сол сара жолды ұстанды. Балаларына да соны үйретті. Аңшылық қасиеті де жоқ емес еді. Бірде ауылдың малына шауып, тыным бермеген қасқырды артынан аңдып жүріп, атып алғандығы әлі де елесінде. Бұл ол кісінің батырлық сипатында бір қырынан ашады. Қадырғали Айсағалиұлы ағасымен аңға шығып, талай қызықты бастан кешірген ауылдасы Набиолла ата туралы естелік ретінде кейін Орал өңір газетіне тамаша мақала жазды. Жұмыстағы бұның жетістіктері жөнінде мен хабарлармын, естіп жүремін. Басқа тума туысқандарымнан, жігіттерден өзінің аузынан да естігенім бар. Бұл Қоскөл совхозына келіп, сол уақыттағы тоталитарлық режим дейміз ғой, совхоз директорлерінің көңілінен шықпады. Неге десеңіз, көп нәрсемен бұл келіспеді, көп нәрсеге қарсы шықты директордың жаңа айтқан сөзі. Сондықтан қарсы шыққанды кісіні ол уақытта жаңашыл кісіні ешкімде сыйғызбайды ғой. Сөйтіп бұны жылжытып Егіндікөл совхозына аударып жіберді. Сол жерде жүріп Егіндікөл совхозында жүргенде бұл механизаторлар даярлады. Басқа совхоздардың жігіттері қыс уақытында барып ақша төлеп басқа училищеде оқып жүрсе, Оралға, елмаса басқа жаққа барып оқып жүрсе, бұл өзі сол уақытта комбайнерлерді, трактористерді Набиолланың өзі тәрбиелеп, колхоздың, совхоздың жұмысын атқарғаны менің көз алдымда естідім де, білемін де. Сосын Егіндікөл совхоздың мастерскойы сол өңірде, сол жердегі мына жағында Қаратөбе совхозы бар, мына жағында Шыңғырлаудың Алмас совхозы бар, мына жағында Қоскөл совхозы бар. Егіндікөл совхоздың машина жасау мастерскойы алдыңғы қатарда болды. Неге десеңіз, мынау трактордың топливный аппаратурасын жөндейтін техниканы Набиолла өзі ойластырып қойған.
тағы да басқа түрлі жабдықтары, токарный станок, фрезерный станок. Сосын жаңағы осы күнге дейін жұрт ұмытпайды, кеше тоқырау заманында сол бүтін станоктарын ұстап, есігін кілттеп, терезесін бітеп деген сияқты ешкімге бермей, талан-таражға салмай ұстап отырған ғой шамасы келгенше дейін. Балақтағы биттей боп, балақтағы биттей боп, басына шауып ағаның тілге үрген қанденней, иттік жасап барынша, отбасына от жағып, барынша жасап кедергі, ізін бағып індетіп, қанша кәсіпкөй жақса да, неше түрлі пәлесін, аққа құдай жақ деген, ағамыз өтті өмірден, басын имей ешкімге, бағдар шамы ағаның, болды шындық дұрыстық, айдай. Әке көрген оқ жонар демей ме дана бабаларымыз? Әкесі Сафолладан үйренген тергенін ұл қыздарына аманат қылып беріп кеткен атамыздың дүние салғанына мінекей 10 жыл өтті. Тарих үшін аз уақыт болса да, оны шын жүрегімен жақсы көрген жандар үшін бұл ғасырға татайтын уақыт. Өзінен тараған ұрпағының бәрінің бірдей аяқтанғанын көрмесе де, қара шаңырақ иесі Төлегеннің ұлы Альберттің және ұлы Жантастың үйлену тойларына қатысып, тілегін жеткізді. Әкенің тілегі бәріне де ортақ екендігі сөзсіз. Ауылдастары арасында зор беделге ие атамыз дос-жарандарының қуанышына да, қайғысына да ортақтас бола білген жан. Ендеше Асқар әкеміздің, асыл атамыздың бейне таспаға түсірілген жарқын бейнесіне бір сәт зер салсақ. Келіссөздің кезегін тәдесіз енгіземіз. Құрметті ағайын туыс, ойға келген қонақтар, қош келдіңіздер. Біз осы қара шаңырағымыздың қазығы алтын діңгегі Саполла ұрпағының өсіп жетіліп, тереңнен нәр алып, күн нұрынан қуат алып, жапырағы жайылсын, балаларым бақытты болсын, елге сыйлы, өз еңбектеріменен, адам еңбекпенен күн көретін халық алдындағы, ата-анасының алдындағы, ағайынның алдындағы борыштарын өтесін. Екі жаққа бірдей сыйлы болсын. Ұзақ қызықты өмір кешсін. Папалары мен мамаларын алданыш ата-бабамыздың ұрпағын жалғастырып, солардың жақсы дәстүрін жалғастырып, қуанышқа бөлесіндерін біліп, бақытты болыңыздар. Ескертулеріңіз сұралады, сіздерге тез жеткізіп береді. Сөздің кезегін екі жастың әкесі Нәмиоллаға береміз. Құрметті ауылдастар, ағайындар, жұмыстастар, жөн туыстар қатарда осы менің қуанышыма ортақтасып төбелесіп келіп отырғандарына бәріңізге ризамын. Үлкен рахмет айтып, сіздерге де үлкен осындай қуанышты және бастарына төбелесуді тілектеймін. Енді өз басым мынау үлкен келгенде қыдырмасам болып кеттім. Көп қыдырып, әйтеуір торға үлгеріп келіп жүрмін. Өткенде Инженерға да солай болды. Осында да үлгеріп келіп жатырмын, одан да естіп жатқан боларсыңдар. Ал енді қыдырмасам болсам іште емес, қымқырма болып кетпесем деп қорқытта жүрмін өзім. Тәуір жағдайлар сол мәжбүрлікте жатқан сияқты солай. Өмір жасы ұзақ болсын, бақытты болсын, өмірді қызықты болсын, үлкен жол денсаулықты беремін.
ата-аналарын сыйлап, екі жақтың да солардың еңбегін ақтасын, адал еңбек етіп, халыққа қайырымды болып, халықтың, қазақ халқының азаматы болсын деп ойлаймын. Енді осы менің қуанышым үшін, мынау балаларымның үй болып отырғаны үшін çoğusu olsa buna allarınдағы түрлі тағамдан және мына сусыннан алып қойыларын istedim. Құдасын құдайындай сыйлауға үндейтін қазақтың қанатты сөзін Набиолла ата ешқашан естен шығармаған еді. 2003 жылдың жазында өткен құдағайы Разия әжейдің 70 жас мерейлі туған күнінде сөз алған Набиолла Сафоллаұлы, отағасы егер дүниеден өтсе, отбасының ұйтқысы болып ардақты ана қылатындығын айтқан еді. Жан-жарының аттасы Разия әжеге айтқан сол тілегі зайыбына аманаттап кеткен жүрек сезімінің жүгі секілді көрінеді қазір бізге. Шынында отбасының сақталып, шашырамауына ақжаулықты аналардың да ықпалы мол ғой. Атадан қалған аманатты Разия апамыз әлі күнге абыроймен орындап келеді. Ол кезінде жары Набиолла ата екеуі балалы шағалы болған қара шаңырақты қаңыратып бос қоймады. Әлі күнге отағасы отау тіккен жерде немерелерін құлыншақтай ойнатып, атаның сенімін ақтай білген асыл жан. Себебі бұл құтты мекеннен балалары ара тұра барып атаның өң бойынан қалған қасиеттерді бойына әлсін-әлсін сіңіріп қуат алатындай. Набиолла ағай. Құдағай, 70 жасыңыз құтты болсын. 70-ке кел. Кез келдігісі жасамайтын той жасап бала шағамыз сізді қуантып жатыр. Тәңірдің жазуы болады, өтіп жатыр әртүрлі жағдай. Сізге осындай қуаныш жазған болып тұр. Енді әрі қарай немерелеріңіз, шөберелеріңіз жетілдіріп, солардың қызығын көре беріңіз. 70-тен жел өтіп кетіп, әрі қарай біраз жерге дейін шамаға төлі келеді сізге. Өйткені мұқаш жоқ, балдардың үлкені. Сіз осы Серғазиевтер әулетін жақсы тәрбиелеп өсіріп, бір үйдің өзінен бірнеше ұстаз шықты, халық тәрбиеледі, балдарыңыз зейнебатты, еңбекқор, жақсы. Енді бірақ олардың келіп тірелетін жері отаны, анасы бірінші сіз, шаңырағы, отаны, елі, бәрі дейтұғым сіз. Сіз болсаңыз, бәрі де жақсы, бәрі де бар. Енді анда барғанда да бір жұмыстар тындырып бармыз деп, мұқасқа, мынау балдарыңызды жетілдірдім, бір бағытқа салдым, иншалла сіздің ой қалған бағытыңызға түсірдім деп сөйтіп барасыз. Сондықтан сіз кішкене жаңағыдай жүріңкіреуге тура келеді. Енді өнебейі адам әртүрлі кейде бұлтты, кейде шуақты болады ғой. Қалған өміріңіз шуақты болсын, балдарыңызды қызығын көре береміз. Ал енді мынау тойдың тағамдарын алып отырасыздар ғой. Рахмет көп-көп. Келген бас құдамыз бар екен, Набиолла деген бас құдамыз. Сол кісіден бір жақсы сөз кездесуге қол соғып қойыңыздар. Құрметті тойға келген әлеумет, қош келдіңіздер. Мынау облысымыздың екі жақ шетінен бұрында құлансыр бүкіл республикаға ұшырып қуандырып дегендей келе жатырған Мұсақын ағаммен бәрімізге соңғылада қыстау балама батсаңқырап қағат құйрық қатайнау дегенде ұшырып ал осы сүйіліккен жерге қуып келіп 92-де 5-ші этаждан жүгіріп шығып жүрген ойнақтан жүрген құдатауы болды. Міне бірі ұл, бірі қыз көсіріп, қоштес құдауым, сіздердің алдарыңызға ақ батасын беріп, бүгін некеден өтіп, міне тойдың көргендері
Барлыққа да осындай қуаныштымын. Енді Абдылайымбек Берік көке бақытты болыңдар. Қыдырын арысын, жапырақтарын жайылсын, ата-аналарына мейірімді болыңдар. Бұрын ата-ана біреу болса, енді екі ата, екі ана болды. Жоқ, ана. Екеуі де бір-бірлескен. Бұрын-соңды өздеріне балдар тәрбиелеп, жақсы сүртпестің өнегелі жанұялар екен. Көзіміз жетті, жақсы қарсылады. Өте қатты ризамыз, бек ризамыз үлкен. Енді осындай ата-аналарының өмірін жалғастырып, қуанышты өмірлерін ұзақ болсын, жапырақтарын жайылғысындай көз, осы үшін мынау алдарындағы әртүрлі тағамдардың бәрінен де ауыз тиіп, мынау алып қоятындарыңды алып қояларыңызды сұраймыз. Танадан тараған текті атамызды кейінгі балалары, немерелері қайда жүрсе де мақтап, мадақтап жүретіндігі ақиқат. Себебі әулетін қорған салып қорғаған Серғазы атамыздың кегі, Набиулла атаның ұрпағы алып саялы бәйтеректей жайылып келеді. Артында қалған үрім бұтағына Алла амандық берсін. Жатқан жерің жарық, топырағың торқа болсын. Набиулла Сафоллаұлы. Ғасырдан ассам жыл өтті, бірақ та заман өлместей, тектені ғана жыр етті. Жаныңыз болып жәннаттан, жарылға Алла құдіретті. Қазір міне ұрпағыңы өсіп келет жүректі. Болғанды өттік тарихты, осы ғой игі шарамыз. Ата текті ұмытсағы, ертең үнсіз қаламыз. Болашақтың ісіне ақсиятпен қараңыз. Рамазан айы кезіндегі төлеген аға құраған, жырлап берген нұсқамыз. Айналайын ағалар, қарындас апа аналар, бүгінгі біздің тірлікте бастауы сол бабалар. Жамағат енді қол жайып, бұрынғының жолымен әруақтарға бағыштап дұға қылып бет сипап, кейінгі толқын ұрпақтың құдіретті күшті Құдайдан тектілігін тіледім.